Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біздер алдыңғы сабағымызда Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесімен танысқан болатынбыз. Өткен сабағымызда осы шашты әңгімесінің мазмұнымен танысып, ол әңгіменің сюжеттік композициялық құрылысына талдау жасадық. Олай болса, бүгінгі сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын сол шығарманың мазмұны негізінде мына ойынға бәріміз қосылып, сұрақтарға жалған шын ақпараттар негізінде жауап берейік. Бәріміз мына пин-кодты тереміз, қосылайық. Олай болса, бастайық балалар. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Айгүл Кемелбаеваның «Шашты» атты шежірелік эпикалық әңгімесі тарихи оқиғаға құрылғанын бәріміз білеміз. Бұл шығармадан біз қазақты ежелден қаңлы, қыпшақ деп жалпақ атаулармен атағанын да байқадық. Және шығарма әңгімеден, осы қысқа ғана шығармадан жауынгер қазақ рухының мықтылығын байқаймыз. Оған дәлел 60 жыл бойы құлдықта болған жылқышы шалдың өр мінезі және қаршадай бала Кенжебектің айшылық алыс жерлерден өзінің атамекеніне, еліне қайтып оралуы. Олай болса, біз бүгінгі сабағымызда осы шығармадағы басты кейіпкерлер Тастұлқар, Кенжебек және Атажан бай туралы сөз қозғайтын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау және даралау. Бағалау критерийлері: көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтаймыз, даралаймыз, кейіпкерлердің іс-әрекетіне талдау жасаймыз және кейіпкерлер бейнесін талдай отырып, өзіндік көзқарастарыңызды білдіре аласыздар. Бірінші тапсырмада біз Тастұлқардың, Кенжебектің, Атажанның образдарына талдау жасайтын боламыз. Бірінші топ свод талдауы арқылы Тастұлқардың образына талдау жасайсыздар. Дескрипторлар алдарыңызда берілді. Екінші топ фило әдісі арқылы Кенжебектің бейнесіне талдау жасайсыздар. Дескриптор алдарыңызда берілді. Үшінші топ опус формуласы арқылы Атажан байдың образына талдау жасайтын боласыздар. Бірінші топ оқушылары свод талдауы арқылы Тастұлқардың образына қандай талдау жасадыңыздар? Жауаптарыңызды тыңдайық. Тастұлқардың бейнесіне свод талдауы күшті жағынан бастайтын болсақ, Тастұлқар ол халқына берік, іштей ұлтжан кісі екенін байқай аламыз. Бұл мінезін оның өз халқы жайлы әңгімелерінен және 60 жыл бойы құлдықта болғанның өзінде өз тегін бір сәтке ұмытпағанынан байқай аламыз. Әңгімеден үзінді келтіріп кетсек, бөрі анадан сүт өнген қыпшақ тұқым екенді мынау құмдағы мыңғыр елге мықтап танытар күн туды. Ежелден қоныстас теке түрікпен бұл тойда
әстен ұтпас, жадынан өшпес таңбалы етеміз. Кенжебекке жылқышы шал құдды жер қайысқан әскермен жалғыз соғысуға даяр қас батырдай ерік көрінді. Екінші, әңгімеден тасқұл жанашырлығы мен мейірімділігін байқай аламыз. Балаға өз ойындай қарап, көмектесуге дайын тұрғанын көреміз. Бұған мысал болар, мына үзінді. Бала, мен түрікпен, сен түрікпен қолына қалсаң, мен секілді мәңгі құл боласың. Одан да бұл бәйгеде қашқаның дұрыс болар. Деген сөздері дәлелдеген сөзіңіз. Жақсы, жарайсың. Енді Тасқұл қарттың әлсіз тұстарына тоқталатын болсақ, Тасқұл қарт 60 жыл бойына түрікпендердің жылқысын бағып, құлдықта өмір сүруге мәжбүр болады. Өмірін құлдық пен құлдықта өткізгендіктен еліне қайтуға намысы бармайды. Бұны шығармадан дәлел ретінде мына үзіндіні айтуымызға болады. Жас қыз келіншектер мен қорғансыз балаларды алғаншылар қоймен қоса айдап кетті. Кебенек киген тірлік ұтатып тұтқынмен қашып кетуге тағдыр еш қоспады. Яғни бұл үзіндіден біз Тасқұл қарттың осылай түрікпендердің құлдығында өмір сүруге мәжбүр болғанын байқай аламыз. Жақсы, жарайсың. Осы Тасқұл қарттың әлсіз жағынан біз оның мүмкіндіктерін көре аламыз. Яғни біріншіден Тасқұл қарт өмір бойына құлдықта өмір сүре бермей, ол өз еліне аман есен қашып құтылуға мүмкіндігі бар еді. Алайда ол өзі жас кезінде бірнеше рет қашып құтылуға тырысса да, ол өз мақсатына жете алмады. Мысалы, осы үзіндіден шығармада мысал келтірсек, талай әрекет қылғанмен қолға түсе бердім, арқамдағы дүренің іздері содан қалған белгі. Және де тағы бір мүмкіндігі, ол шығарманың соңында Атажан оған еркіндік береді, яғни өз еліне қайта оралуына еркіндік берген кезде Тасқұл қарт тексізден не артық деп намыстанып, осы еліне қайтадан оралмайды. Сол жерде қалып қояды. Енді қауіп қатерін айта кетсек, Тасқұл шалға Кенжебектің қашып құтылуына көмектескен үшін өз өміріне үлкен қауіп төнді және өз отанына ешқашан оралмас үлкен қауіп болды. Қауіп кетерге сонымен қатар Тасқұл қарттың кішкене 10 жастағы баланы жалғыз өзін қашуға мәжбүрлеген алуға болады. Ол әлі жас болса да өз еліне жолды білмесе де оған қашу керексің, қашуға мәжбүрсің деп оны итермелегенін алуға болады. Оның мысалына баланың Тасқұл қартқа сауалдарынан алуға болады. Мысалға, жылқышы ата, күндіз тығылып жатсам, қуғыншылар ұзатып ұстап алмай ма? Немесе жылқышы ата, қашуын қашармын, бірақ мен қайтар жолын анық білмеймін деген сөздермен түсіндіреді. Кенжебек арқылы оған қауіп төнуі мүмкін деген сөз ғой. Жақсы. Екінші топ сіздерге берілген тапсырма фила әдісі арқылы Кенжебектің бейнесіне талдау жасау болады. Дайынбыз ба? Сөз сіздерде. Кенжебектің бейнесіне талдау жасайтын болсақ, Кенжебек жастайынан ат құлағында ойнайтын қайсар мінезді, ер мінезді бала. Оның бұл мінезіне дәлел ретінде мына үзіндіні алуымызға болады. 4-ші айналымда Кенжебек күбірлеп сыйынды. Я тәңірім, жар бол, аруақ қолдай бол. Бұл өңім бе, түсім бе? Теке жауыт тұлпарым, жануарым, құдайым. Атаң суын, анаң сүттей боз бие шығар. Жылқыда өт жоқ, қанат бітіп, құстай ұш. Ойбас, ойбас. Екінші бұл пікір. Жалпы менің пікірімше, Кенжебек өз тегіне дақ түсірмеген халқының өжеті ғой. Ол Тасқұл қарттың арқасында бостандықтың маңызын түсінеді. Кенжебек өз алдындағы еш қиындықтарына қарамастан және де өзінің жасына қарамастан қайсарлық танытып еліне оралады. Сұрақ, Кенжебектің жылқышымен танысқанда қойған сұрағынан оған қандай қасиеттің тән екенін көре аламыз. Жақсы. Сұрақ туындады. Кім жауап береді? Яғни қазақ халқы ежелден бері кішкентай кезімізден бастап үлкендерге құрмет көрсетудің жолы деп амандасу, яғни өзіміздің тегімізді сұрау, қал-жағдайымызды сұраудан басталады. Және бұл жерде тәрбиелік мәнін көре аламыз. Жақсы. Гаухар, балалар қай ноғайсың деп сұрақ қоюының өзінде үлкен мән жатыр. Біздер тарихтан білеміз, ежелден қазақ пен ноғай арасында этникалық және саяси тұрғыдан байланыс бар екенін. Неліктен Кенжебекті өз халқының қайсар ері деп атауға болады? Кенжебекті біз өз
деп айта аламыз. Себебі ол осы текет түріктердің тұтқыннан қашып келгеннен кейін ол осы текет яғни Атажан байдың олардың алып кеткен жылқыларының барлығын өзінің еліне қайтара алды. Бұл шығармада Кенжебекті бейнелеуде көптеген стильдік айналымдар мен метонимияны қолданады. Дерек жас бала ат құлағында ойнап өскен қыр баласы тасқұл қартқа бауыр басып қалған, ат тізгінін ұстай алады. Шашты айтулы азамат болып, аты ел аузына ілікті, жорықта қол бастады, қыпшақ бозды қасиет тұтқан. Пікір, менің ойымша Кенжебек мықты азамат, жігерлі, қайсарлы, өзіне сенімді жас бала. Себебі сондай жас болып ұрланғанда саспай қайғыға бой алдырмаған, өз еліне тасқұл шалдың көмегімен орала алған. Меніңше осының өзі ерлік. Сұрағым, Қыпшақ елі оны жастайынан неге үйреткен? Қазақ халқы ежелден атқұмар болған. Сондықтан да біздің Кенжебек те атқұмарлықты бойына сіңірген. Іс-әрекет, автор қолданған бейнелеу құралдары, метонимия, бейнелеу тәсілдері қолданған және стильдік айшықтар. Оған дәлел біз шашты айтулы азамат болып, аты ел аузына ілікті, жорықта қол бастады деген сөйлемнің ішінен көре аламыз. Енді үшінші топ Хопс формуласы арқылы Атажан байдың іс-әрекетіне өз көзқарастарыңызды білдіре қойыңыздар. Менің ойымша, Атажан бай өзіне сенімді, алдында қойған мақсатына жету үшін жолынан таймайтын кейіпкер. Оны біз оның бәйгеден жыл сайын жеңу үшін жылқысын тек шалға сенетінін және одан басқа ешкімге баптай алмайтынын көре алдық. Себебі Сенім тапсыра алмайтын. Иә, сенім тапсыра алмайтын. Себебі Атажан бай сырттан қатал, кейде тіпті сенімді болып көрінгенімен жүрегі кең. Оны біз тасқұл шалды құрметтеп, қол болғанына қарамастан оны өлімге жықпай, өзінің көмекші серігі ретінде қарағанынан байқауға болады. Біз оны мына фактілермен және де мысалдармен дәлелдей аламыз. Шығармадан үзінді келтіре кетсек, 60 жыл бойы тарғыннан шашау шығармай жылқысын елең адал баққан егде қазақтың шебер көзіне көзі түскенде Атажан бай ыза ашуы күрт басылып, табан астында өзгеріп шыға келді. Ол жалшысына ілімін демей кері шегінген. Түрікпен бай есігіндегі құлақ кесті қолды сол сәтте қимас бауырындай сезініп, жүрегі алапат сыздап кетті. Айтулы ердің осындай бір жатқылығын кешпесе, өзін несін мұсылман санайды. Текеруі бір жүректі жоғалтса несі бар екен деп ойлайды. Осы келтірілген дәлелдерді оқи отырып, біз мынандай қорытындыға келеміз. Атажан шал ауқатты, беделді, бай, және ол үшін жылқылары өте маңызды. Алайда, оның қасынан 60 жыл бойы табылған адал жылқышысы тасқұлдың құл балаға көмектескенін көргенде осы бір қателігіне көз жұма қарады. Осы жерден оның адамгершілігі мол, жаны жақсы, ақ ниет істерді жасауға бара алатын мейірбан адам екендігіне менің көзім жетті. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, автор осы Тасқұл қарттың бейнесі арқылы, Кенжебектің образы арқылы нені жеткізгісі келді? Қалай ойлайсыңдар? Бұл қарт арқылы біз жаудың қолына түскен кісілердің халдерін біле аламыз және де оның қазақ халқына басына кешкен жай-күйін аңғаруға болады, иә? Жақсы, правы. Келесі, Кенжебектің бейнесі арқылы Менің ойымша, автор Кенжебектің бейнесі арқылы қазақ жігер азаматтарының деген батылдығын, олардың деген патриоттық сезімдерін оятқысы келді деп ойлаймын. Жақсы. Менің ойымша, автор Кенжебектің бейнесі арқылы қандай қиын жағдай болмасын, қазақ жастарына жалпы өз отанын сатпауға және де отансүйгіштікке шақырды деп ойлаймын. Олай болса, жұмыстарымызды аяқтадық. Енді топтар бір-біріңізді мадақтау сэндвичі арқылы бағалап жіберсеңіздер. Бірінші топты, екінші топ. Бірінші топта деген жалпы топтық жұмыс өте жақсы болды, яғни оқушылар деген бір-бірімен жақсы араласып өтті, және олар деген өздерінің ақпаратын нақты және ашық жеткізе алды, және Тасқұл қарттың деген бейнесін аша алды деп ойлаймын. Олардың жаман жақтары болмады, ал ұсынысым мен тілегім осылай деген сабақтың соңына дейін осындай тілмен жұмыстана беріңіздер. Жақсы. Екінші топты, үшінші топқа қалай қойсаңыздар? Екінші топ жұмыс бойынша олар өздеріне берген тапсырманы дұрыс жақсы орындады, және де топты жұмыс жасалғаны көрінді, және енді келесі кеңес беретінім ол
көбірек дәлелдер келтіру керек. Үшінші топта бірден көзге байқалатыны олардың жұмыстарының жинақылығы. Әңгімеде Атажанбай жайлы көп нәрсе айтылмаса да, олардың өз ойларын толықтай жеткізе алуы, эсселері пост формада өте формаға сай болуы, және де оларда осы тақырыпты толық меңгергені байқалады. Жақсы балалар, жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Екінші тапсырма сіздерге беретін жұптық жұмыс, яғни ойлан жұптас бөліс әдісі арқылы сіздерге мәтіннен үзінділер беріледі. Сол мәтіннен үзінділерді оқи отырып, берілген тапсырмаларды дескрипторға сәйкес орындаймыз. Жұптық жұмыс, яғни жұппен бірге отырып, топпен де талқылайтын боламыз бірге. Екінші тапсырмада үзіндіні оқып кетсек, ұлым ат арқасында тіп-тік түзу отырғанымды талай мәрте байқадым. Шап айылын қатты тартыпмын, аттан түскенде босатып отыр. Түн баласы ақ маяның жолына қарап жүресің. Темір қазақтан жаңылма, ұзақ сапарда бағдарың соң. Деген үзіндіден қазақтың қандай дүниетанымдық және тәрбиелік қасиетін байқайсың. Қазіргі өмірмен салыстыра отырып 2-3 сөйлем көлемінде талдау жазу керек болатын. Бұл үзіндіде Тасқұлдың Кенжебекке еліне қалай жолмен қайтуын айтқан болатын. Біз ата-бабамыздың көптеген наным-сенімдерге сенгенін көре аламыз. Мысалға, темір қазық арқылы бұрында жолды жоғалтып алған жағдайда жолдарын табуға көмектескен. Қазіргі өмірмен салыстыратын болсақ, біз ол танымдарды қолдана бермейміз. Бұл кең дүниенің бір белгісі болып табылады. Және де темір қазықтан жаңылма деген сөзіне келетін болсақ, ол жолынан таймай өзіне сену керек дегенді білдіреді. Берген тапсырма үзіндіде көтерілген мәселелерге тоқталып, өзіміздің көзқарасымызды білдіру және кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін сипаттау. Бұл үзіндіде қысқаша айтып кететін болсақ, жалпы Тасқұл деген Кенжебекті дайындап жатырған кезде, онымен бір кезде отырып, өзінің әңгімесін айтады, яғни деген өзінің осы жерге қалай құлдыққа тап болған және қандай қиыншылықтар көргенін айтады. Яғни бұл үзіндіден біздер нені көреміз? Яғни Тасқұл қарт өзінің ішкі жан дүниесін Кенжебекке шертіп отыр. Оған деген бауырмалдық сезімін, яғни аяныштық сезімін, болашақта ол Тасқұл сияқты құл болмасын деген секілді нәрселерді көре аламыз. Және де бұл жерге дейін келген құл болғанның азабын түгелдей сипаттайды Тасқұл қарт, және де оның өмірінің қиындықтарын көре аламыз. Бізге берілген тапсырма үзіндіні оқып және оны талдап, осында берілген сұрақтарға жауап беру. Яғни алдымен үзіндіде айтылғандай, онда Атажанбайдың осы Кенжебектің оның жылқысын алып кеткеннен кейінгі оқиға баяндалады. Атажанбайдың үйіне оның үлкен ұлы келіп, қазан төңкереді, яғни олардың жылқысын алып қашып кеткеніне қатты ызаланады және де бір топ адамдарды жинап, жылқышы қошалды жазалау үшін Атажанбай бастаған адамдармен бірге жылқышы шалға барады. Алайда осы жылқышы шалға барғанда Атажанбай жылқышының осы жасаған қылығына еш өкінбегеніне, оның еш өкінбегеніне және де өзінің осы жасаған қылығына мақтанғанын көріп, Атажанбай өзінің ішінен бір алаңдау сезімде болады. Яғни 60 жыл бойы өзінің жылқысын адал баққан адамның осы бір қылығын неге кешірмеске деп ойлайды. Осы сұраққа жауап берсек, Атажанбай асыл тұқымды атынан айырылса да, неліктен тұтқын шалға жаза қолданбайды? Оның жаза қолданбаған себебінің бірі, Тасқұл қарт 60 жыл бойы осы Атажанбайдың асыл тұқымды жылқыларын бағады және де оның бақпаған жылқылары жүріп әрі бәйгеде от жаратын еді. Өзіне адал еңбек еткен жылқышының бір қателігін кешіре алмаса, мен несіне мұсылманмын деп осы әңгімеде мысал келтіреміз. Олай болса, жұптық жұмысты қорытындылап, бір сөйлеммен түйіндеу әдісі арқылы әр топтан бір оқушы жұптардың жұмысына баға беріп өтсек. Біздің топта Әлби мен Альбина жұбы өздерінің берілген тапсырмасын жоғары деңгейде орындады деп ойлаймыз. Олар берілген тапсырмаға нақты әрі ұтымды жауап берді. Жақсы, ең жақсы жұмыс көрсеткен жұмыс жасаған жұп деп есептейсіңді. Жақсы, екінші топта қай жұптың жұмысын жақсы бағалар едіңіз? Біздің топта Аружан мен Бибарыстың жұмысын жоғары бағалар едік. Себебі олар өз жұмыстарын нақты әрі критерийлерге сай орындады. Жақсы, жарайсың. Келесі үшінші топта қай жұптың жұмысын жақсы бағалар едіңіз? Барлық жұптардың ішінен
Аружан мен Салтанаттың жұмысы барлығына қатты ұнады, себебі олардың келтірген мысалдары қысқа әрі факттермен барлығы жақсы қорытылды. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымызда жақсы жұмыстандыңыздар. Енді біз шашты шығармасын оқу арқылы ұлттық құндылық, ұлттық рух, құлдықтағы өмір, азаттық туралы білдік. Қазіргі таңда біз өз алдына дербес, тәуелсіз ел, тәуелсіздігімізді айқындайтын ата заңымыз бар. Егер де әр адам заңды толық сақтаса, әр адамның құқығы тең қорғалады деп есептейміз. Бірақ біз шашты әңгімесіндегі қазақ пен түрікпен арасындағы жаугершілік жағдай, сол заман арқылы құлдықтағы тұтқындардың жаңағы өмірі үшін дала заңының аса қауіпті, қатал екендігін айқын сезіндік. Иә балалар? Олай болатын болса, бүгінгі сабағымызды қорыта келе, бүгінгі сабағымызға талдау жасай отырайық, ой сүзгі әдісі арқылы кері байланыс жасай қойсаңыздар. Шығарманы оқығаннан кейін қалыптасқан ұстаным, яғни қазақ халқының ұлттық құндылықтарды қастерлеу. Бұл ұлттық құндылықтарды қастерлеу қасиетін біз әрбір кейіпкердің бойынан көре аламыз. Келесі талдау, шығарманың өзі қай ноғайсың деп басталуы, бұл қазақта ата тегін сұрау, ата бабасын білу қазаққа тән қасиет болып табылады. Үшіншіден салыстыратын болсам, яғни сол замандағы Тасқұлқарт секілді құлдар, ер азаматтар өздерінің намысын және ер азаматын деген атын жоғалып жатса, қазіргі таңдағы ер адамдарда ар ұят, намыстың болмауы өте өзекті мәселе болып табылады. Және де шығарма жас ұрпаққа берер тәлім тәрбиесі мол. Және қорытындыға келетін болсақ, сол заманның өзекті мәселелерін қозғап қана қоймай, бүгінгі күнмен байланыстыратын бұл әңгіменің маңызы өте зор. Шығарманы оқығаннан кейін менде қалыптасқан ұстаным бұл тектілік мәселесін айтуға болады. Ер азаматтардың бойындағы намысшылдық мәселесі және де тағы да осындай Атажан, Тасқұл, Кенжебек секілді кейіпкерлердің ішіндегі адамгершілік қасиеттерді, жомарттылықты көруге болады. Келесі мәселені талдай отырып, бұл тектілік мәселесі болып келеді. Яғни қазақ халқы, түрікмен халқылары секілді өзінің жеті атасына, бұрынғы ата тегіне деген үлкен мол ерекше көңіл бөлген болатын. Келесі салыстыруға келетін болса, бұған қазіргі күнмен де салыстыруға болады. Ер азаматтардың сол замандағы өзінің бойындағы намысшылдық қасиеті бүгінгі таңда азайып барады деуге де болады. Қорытындыға келетін болса, Айгүл Кемелбаеваның бұл шашты әңгімесі біздің ер азаматтарымызды, ұрпақтарымызды намысшылдық қасиеттерін баулуға және тектілік мәселесін өздерінің ата-бабаларын білуге үйретеді деп санаймын. Жақсы балалар, енді біз оқу мақсаты мен бағалау критерийіне кері оралайық. Яғни бүгінгі сабақтың көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау мақсатына қол жеткіздік. Иә, солай ма балалар? Яғни көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтадық, даралап, талдадық. Иә, кейіпкерлердің іс-әрекетіне талдау жасадық, кейіпкерлер бейнесін талдай отырып, оларға өзіндік баға бере алдық деп есептеймін. Келісесіздер ме? Осы шашты әңгімесін негізге ала отырып, ұлттық рух, ұлт тірегі деген тақырыпта ой толғау жазасыздар. И тапсырмасы. Жарайсыңдар балалар, бүгін сабаққа үлкен белсенділікпен қатыстыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.